сөйтсем сөйтпейді ғой. Ақшасы жоқ болса неліктен саған басыңа бәшбәйіңе массаж жасамайды? Яп твоя душу, куни жасасын, қолдан жаңағыдан гүл жасап берсін қағаздан. Не проблемасы бар? Мақтасын сені, мақтасын, төсекте мақтасын, ақшасы жоқ болса. Білесіңдер ма, мақтаған сендер, міне қыздар, сіздерге бір секрет айтып кетейінші. Енді әр адамның жағдайы әртүрлі ғой, түсінемін да, понимаю. Төсекте саған мақтау, мадақтау қашан айтты? Біз әйелдер құлақпен страшно оргазм аламыз, қыздар. Өмірде оргазм алмаған келіншек еркегіңе айт, бүгін сен мені мақташы, вот шынымен де мені қоздыршы деп. Мына құлақтан былай сүйіп алып кеп, деп жаңа сені періп атқан кезде андай сөздер айтады ғой, мен сені алғаш кездестірген кезде, сенің көтенің, сенің емшегіңе бас кетті, әлі де қотағым тұрып тұрады деген сияқты сөздерді жіберген кезде, әйел бар ғой, бүйтіп жатқан әшейін, қашан бош тез деп жатқан қатынның өзі анандай сөз естігеннен кейін арға өзіңнен өзің жаңағы бұтыңнан деген вулкан ағады ғой. Вулкан ағады деген қалай еді? Ақ жауын татасын. Ақ жауын ау, ақ жауын, бар ма менің амалым, ақ жауын ай ақ депші жаңақшы жаңбырлатасың. Оргазмның бірінен соң бірін аласың. Еркегің вахуй болады. Сен өзің вахуй боласың. Еркегің сондай сүйіп кетесің. Міне, құлақтан кіріп бойдалар, құлақтан кіріп әпшудалар. Так что, пожалуйста, ақшасы жоқ болса істесін соның бәрін.